16 желтоқсан Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алған күні. Дәл осы күні 1986 жылы шыбын жанын қиған біздің аға әпкелеріміз бар. Соны Сарыағаш халқы тани ма, танымай ма, соны сұрап көріп жатырмыз. Дәл тапқан адамдар болатын болса, мен қалтамда қазанда Қазақстан шоколадтары бар, соны беретін боламын. Қайрат атамыз. Мен ләззатпен Қайратта оқығам. Бар Қазақстан шоколады. Тәуелсіздік күні құтты болсын. Рахмет, бірге болсын бәрімізге. Танисыздар ма не? Желтоқсан оқиғасына қатысқандар ғой. Қайрат Рысқұлов, Ербол, Кейін Ләззат, Сабира ма? тәуелсіздік күні құтты болсын. Рахмет, ағай бірге болсын. Ана желтоқсанда құрбан болған кісілеріміз Аттарын ба? айтсай. Ләззат емес па? Біреу Ләззат. Рахмет. Мына керемет видео түсіріп жүрген Бекзат ағаға, Нұрдәулет командасына көп рахмет. 86 жыл оқиғаны білесіз ба? Қайрат Рысқұлбеков деген естігесіздер ма? Бұл кісі Қайрат Рысқұлбеков, Ербол Сыпатаев біліп жүріңіздер. Қайрат Рысқұлбеков. Тәуелсіздік күні құтты болсын. Танисыз ба? Қайрат Рысқұлбеков. Қасындағы. Ол да солаймен ғана Ләззат, Жазира. Бүгін тапқаныңыз үшін сізге бір сыйлық. Тәуелсіздік күні құтты болсын. Рахмет. 16 желтоқсанда құрбан болған. Өмірімде бірінші рет көріп тұрмын. Есімде жоқ, мен кеше тамақ жеген есімде емес. Жоқ. Сіз ғана? Қайрат Рысқұлбеков. Біреу Сабира, біреу Ләззат. Танымай, мына желтоқсанның нелері болу керек, енді там емеділікке күрескен шындықты айтқан кісілер шығар, ат жөнін білмеймін. 16 желтоқсанға қатысы бар кісілер. Қайрат Рысқұлбеков қой. Жанындағы Жанындағысы. Ербол, Кім еді? Ұмытып тұрмын. Ербол Сыпатаев. Қайрат Рысқұлбеков. Мына танымаймын. Аманда танымаймын. Желтоқсан оқиғасы да. Иә, соның аттарын білмейсіз ба не? Аттарын білмеймін, бірақ Мектепте оқисыңдар ма сендер? Оқытама? Біздің мектепте оқығанбыз ба мысалы? Қайрат Рысқұлбеков, Ләззат пен Сабира. Қазақстан шоколады. Тәуелсіздік күні құтты болсын, бауырым. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бар болайық, бай болайық. Мынандай ұлы тұлғаларды жаттап жүрейік, Құдай қаласа. Жастар, рахмет сіздерге. 16 жыл соғысқа қатысқан балдар ғой еді. Соғыс емес, 16 желтоқсан көтеріліске қатысқан. Мына Ербол Сыпатаев, Қайрат деген атым бар, қазақ деген затым бар. Еркек тоқты құрбандық, атам десем, атымда деп құрбан болған кісілер.